Бәріңе сәлем достар. Бүгін мен сіздерге 2019 жылғы шыққан «Человек без гравитации» фильмінің қысқаша нұсқасын айтатын боламын. Түнде жаман ауа райында анасы қызы Натальяны ауруханаға апарады. Қыз бала тууға асығады. Кезекші медбике баланың дүниеге әкелуіне көмектеседі. Оскар таң қалған әйелдердің көз алдында қалықтап жүр. Наталья баланы кеудесіне басып, әжесіне айтады: «Мама, я родила ангела». Әйелдер жаңа туған нәрестемен бірге баланың қасиеті туралы ешкім білмеуі үшін ауруханадан қашып кетеді. Үйде Натальяның анасы терезедегі перделер мен тіреулерді жауып тастайды және қызына Оскардың ешқашан сыртқа шықпайтынын айтады. Таңертең таң қалған әйелдер баланың төбеде ұйықтап жатқанын көреді. Ол шар тәрізді жабысып қалған. Натальяның анасы ұшатын немерені оған құдай, шашыраңқы қызының өмірі үшін қарғыс ретінде жіберген деп есептейді. Кемпір Оскардың қабілеті туралы біреу білсе, қалада тараладан өсектен қорқады. Ал жаңа туған нәрестені көргісі келетіндер бар. Қаланың басты 4 өсекшілері таңертеңнен бастап қонаққа келеді. Кемпір оларды мейіріммен үйге кіргізеді. Бірақ оны дәрігер қатаң тыйым салды деген сылтаумен баланы қолға алуға рұқсат бермейді. Шын мәнінде бала керуетке белдікпен бекітілген. Мазасыз қонақтарды шығарып салып, әйелдер үйді жайластырумен айналысады. Бөлмелердегі төбелерге жұмсақ көрпелер, ал баланың керуетіне қауіпсіздік белдігі орнатылды. Бірнеше жыл өтті. Наталья ұлына қызғылт сары Бэтменнің суреті бар кеудеше тігеді. Ол Оскардың ең сүйікті кейіпкері. Ал қалтасында кішкентай темірлер болды. Енді Оскар еденде тұрып, кәдімгі бала сияқты жүре алады. Тіпті мектепке де бара алады. Бірақ мазасыз әжесі қызымен немересіне бұл туралы ойлауға да тыйым салады және баланы өзі үйде оқытуға уәде береді. Сондай-ақ ол Оскар көшеге шықпас үшін терезелерді бекітеді. Это создание не будет в безопасности за пределами дома. Наталья мұны тым артық деп санайды. Ол анасымен дауласып, кешке Оскарды серуенге шығарады. Бірақ ол өзінің ерекше қабілеті туралы ешкімге айтпауы тиіс екенін ескертеді. Сол кештен кейін Оскардың өмірі қалыпты баланың балалық шағына ұқсай бастады. Анасы оны серуенге алып, тіпті ұлын басқа адамдардың көз қарасынан қорғап қалатындай қызғылт сары кеудешесін өзіне де тігіп алады. Олар бір күні дүкенге бірге барады да Наталья Оскардан сырттан күтуін сұрайды. Бала жалғыз қалған соң, оған бұрыштан қызғылт күртедегі қыз соғылып қалды. Оның аты Агата. Соқтығысудан ол асфальтқа құлап, су құйылған бөтелкелерді түсіріп алды. Агата бұған Оскарды кінәлап, кешірім ретінде балаға суды көтеріп көмектесуін айтады. Агатаның үйіне барар жолда балалар әйгілі қыздың жарнамасын көреді. Оскар шаршап қалды, сондықтан ішінде болған гірлерді лақтырып жібереді. Қыз болса осындай әдемі әрі табысты болуды армандайтынын айтып жатады. Үйдің жанында Оскар тек қолында су бар бөтелкелер ғана оны жерде ұстап тұрғанын түсінеді. Сондықтан оларды бергісі келмейді. Қыз оған шабуыл жасап, бөтелкелерді күшпен тартып алады. Оның таңқалуына орай Оскар жоғарыға көтеріледі. Бірақ Агата қорықпай көмекке келеді. Ол Оскарға өзінің рюкзагын алып шығады. Оның ауырлығы оның жерде тұруына көмектесті. Бала Агатаға көрген нәрсесін ешкімге айтпауын сұрайды. Үйде Оскарды анасы қарсы алып, оған құлақ аспай кеткені үшін ұрсады. Ол болса жаңа танысы мен қызғылт рюкзак сыйлығы туралы қуана әңгімелейді. Оскар мен Агата бұдан былай ең жақсы достар болды. Бала енді кеудешенің орнына, үнемі артына оның сыйлығын асып жүреді. Олар Бэтмен туралы мультиктерді бірге тамашалайды, сурет салады және ойнайды. Тіпті костюмді кешіне де жиналады. Агата ханшайымның костюмінде болды, ал Оскарды періштеге киіндіреді. Ол бұған қатты ашуланды. Я не хочу быть ангелом. Я Бэтмен. Балаларын шығарып салған соң, Наталья мен Агатаның әжесі босағада әңгімелесіп, кемпірдің сөзі арқылы әйел Оскар сырын қызға айтып бергенін түсінеді. Осы сәттен бастап Наталья ұлының жалғыз досына оларға қонаққа келуіне тыйым салады. Олар басқа ешқайда көрісе алмайды, себебі Оскар мектепке бармайды. Көп жылдан кейін анасы мен ұлы қаланың шетіндегі үйде тұрады. Әжесі қайтыс болып, екеуі ғана қалды. Оскар өз құпиясын ешкімге айтпайды. Ол серуенсіз өмір өткізіп, қараңғылық үйде біртүрлі пижамамен жүреді. Ал жер бетінде оны бұрынғыдай Агатаның қызғылт рюкзагы ұстап тұрады.
Ол уақытын теледидарда көру және кітаптарды оқу үшін өткізеді. Олардың шексіз саны бөлмеге толы. Кейде Оскар жергілікті барға барып, анасын жұмыстан күту үшін ішіп, қайта кітап оқиды. Барда ол өзінің досы Андреямен сөйлеседі. Ол оған рюкзак деген лақап береді және Оскарға барменді ұнататыны туралы әзіл қалжыңдарын жібереді. Олардың кезекті отырысы кезінде телевизордың антеннасы сынады. Досы Оскарды баспалдақты алып, шатырға шығуын сұрайды. Ол болса басқаша жауап береді. Я слетаю на крышу, как Бэтмен. Бірақ бірден анасының көзінен тыйым салуды және ашулануды аңғарады да, өз сөздерін күлкі қылып әзілдейді. Үйге барар жолда анасы мен баласы бұл жағдайды талқылайды. Оскар оны теледидардан көрсетіп, ескерткіш қойып, тіпті ол туралы кітап жазады деп армандайды. Бұған Наталья мұңайып жауап береді. Әлемнің бәрі ол ойлағандай жақсы қарым-қатынаста емес. Оскар теледидарды қайта қарайды. Телехабар арасында бірегей дарындар мен қатысушылар шақырылатын ерекше адамдар шоуының жарнамасы көрсетіледі. Жігіттің көзінде үміт жанып, ол телефон нөмерін жазып, түнде заттарын ақырын жинап, біраз ақша алып, анасы ұйықтап жатқанда үйден кетіп қалады. Келесі күні Оскарды теледидардан ескі свитерде және иықтарындағы рюкзакпен көрсетеді. Кейіпкер сахнаға өзінің таңғажайып қасиетін көрсету үшін шығады. Ол рюкзакты тастап студияның төбесіне көтеріледі. Оскарға 1000 көрерменнің, оның ішінде анасының көзқарасы бағытталады. Оның қалағаны осы еді. Сондықтан шоудан кейін Оскар үйге бару үшін қонақ үй бөлмесінен бірден заттарын жинай бастады. Бірақ онда оны агент Давид күтіп алып, Оскарды бизнес-шоу әлеміндегі ілгерілетуді ұсынады. Өз қызметі үшін ол пайданың 10%-ын алатынын айтады. Давид бірден жігітке гравитациясы жоқ адам деген бүркеншік есімді ұсынады. Оскар агенттен ол туралы бір кітап жазады ма деп үміттене сұрайды. Айлакер оның тілегінің бәрін уәде етеді және Оскар келісім шартқа қол қояды. Давид әртісті жаңа сәнді 2 қабатты үйге қоныстандырады. Бірақ оған анасын әкелуге тыйым салады. Себебі оның қонағында әрдайым бір топ қыздар болады деп сендіреді. Бұдан былай агент Оскарды жарнамаға арналған ойын-сауық шоулары мен кештерге апарады. Тіпті анасына да жігіт Давидтің бақылауымен қоңырау шалады. Бірақ көп ұзамай ол әйгілі болады. Ол туралы журналдар мен газеттерде жазылады. Оның фотосуреттерін орасан зор афишалар ілінеді. Ал қызғылт рюкзак оның бейнесінің басты атрибуттарының бірі болды. Ойын-сауық өмір нормасына айналып, әртіс енді анасы қоңырау шалғанда телефонға жауап бермейді. Оскар түсірілетін студияға кезекті фотосессияда басқа агент қызғылт пониді әкеледі. Ерлер бір-бірімен сөйлесіп, кімнің әртісі жақсы екенін ұқыпсыз салыстырады. Өзінің шоудың атрибуты ретінде сезініп, Оскар сөз сөйлеу алдында агенттен өзінің не сезетіні туралы сөз сөйлеуін сұрайды. Давид мұны көрермендерге керегі жоқ дейді. Өз қаласында Оскарда жарнамашылар гравитациясы жоқ адамға арналған мұражай ашып, аулаға қолай ескерткіш қойды. Мұнда шын мәнінде оған ешқашан тиесілі болмаған баланың заттары экспонаттар ретінде болды. Ең маңыздысы сатылатын бейнені жасау, әкесіз өскен және бәріне тыйым салатын анасының бейнесі басты рөл атқарады. Көңілі толмаған Оскар осы репортажға қараған кезде қолындағы Time журналымен бірге Давид пайда болады. Оның мұқабасында гравитациясы жоқ адамның суреті тұр. Бұл сөзсіз жетістік. Бірақ жігітке бәрібір, ол өзін ақмақ сезінетінін агентке мойындайды. Ол туралы кітап жазылады деген арман ғана оны әлі де ұстап тұр. Клиенттен айырылып қалмас үшін Давид бірден жазушымен және әдеби агентпен кездесу ұйымдастырады. Оскарға 3 айдан кейін миллиондаған тиражбен кітап шығаруға уәде беріледі. Ол өз қолжазбаларына риза, бірақ кітаптың мазмұнын жазуға құқығы жоқ екенін анықталады. Кітап оның атынан, бірақ оның қатысуынсыз жазылатын болады. Оскар қайыршылықта өмір сүріп, қарны ашып, достарын үнемі қауіп-қатерден шығарып отыратын сценарий ойластырылып қойған. Оған адамдарға ұнайтын нәрсені шындықпен білдірудің қажеті жоқ деп сендіреді. Мұңайған Оскар кездесуден қашып кетеді. Ол оның шынайы өмірін ешкімге керек емес екенін түсінеді. Кейіпкерден оның ұшқаны ғана жеткілікті, бірақ келісім шарт әлі жұмыс істейді және Оскар жұмыс істеуді жалғастыруға мәжбүр болады. Оның келесі шоуына анасы келеді. Көңілі жоқ жігіт сахнаға періштенің костюмімен шығады.
оған көрермендерді қуантып шығуы керек. Бірақ Оскар оны істеуден бас тартып, сахнада ашуланады. Я не ангел. Мұндай қылығы жанжал мен айыппұлға алып келуі мүмкін. Және Давид жағдайды қалай құтқару керектігін ойлап жатады. Бірақ Оскар енді күлкі ретінде жұмыс істегісі келмейді. Және оның өлгенін жариялау туралы өз шешімін ұсынады. Бұл туралы келесі күні жаңалықтарда айтылады. Кейіпкердің қабілеті болмады, ал өткізілген шоулар арнайы әсерлердің көмегімен ұйымдастырылды. Осыдан кейін Оскардың үйінің табалдырығын әлі ұзақ уақыт бойы тілшілер мен журналистер мазалайды. Наталья жұрттың алдында есікті үнсіз жабады. Бірақ мұндай күйзелістерден кейін денсаулығы қатты ауытқып кетті. Көп ұзамай әйел қайтыс болды. Оскар қала орталығына көшеді. Енді ол өзінің кім екенін жасырып, кішкентай қарапайым пәтерде тұрып, мүгедектер арбасымен жүріп қайыршы ретінде киінеді. Және жеңіл мінез құлықты қыздар өз клиенттерін әкелетін мотельде әкімші болып жұмыс істейді. Жұмыста Оскарға өте жақсы қарайды. Қызметкерлер тіпті оған домовой деп лақап атты қойды. Бастық онымен ақылдасады. Тіпті жаңа жылға оған не сыйлау керектігін сұрайды. Мерекені ер адам жұмыста өткізеді. Ол нөмірлердің кілттерін тексереді. Тек біреуі ғана жұмыс істеп жатқанын көріп, бәрі дұрыс па екенін білу үшін қызға көтерілуге бел буады. Есікті сүйкімді қыз ашып, Оскарға кетуі үшін анық түсінік береді. Алайда оның назарын қызғылт түсті рюкзак аударды. Қыз нөмірден шығып, Оскардың артынан дәлізбен жүреді. Ал әкімшіні қуып жетіп, оның атын атайды. Оскар таңғалды. Ол қыз оны гравитациясы жоқ адам ретінде танып тұр деп ойлап, өз атынан бас тартады. Бірақ бейтаныс әйел өзінің есімін де атайды. Оның алдында Агата болды. Келесі күні балалық шақтың достары дәмханаға бірге барады. Агата Оскармен байланысқысы келгенін, бірақ оңай болмағанын айтады. Соншалықты бай, әйгілі адам оны есіне де алмас еді. Кафеде даяшы Агатаға өте жақсы қызмет көрсетеді. Ал кофені мекеме есебінен ұсынады. Оскар бұл сахнаны қызғанышпен бақылап, құрбысының жігіті бар ма деп қызығады. Агата жауап ретінде өзіне де осы сұрақты қояды. Мұндай бай әрі әйгілі жігіттің қалайша қызы жоқ дейді. Бұған Оскар тек бір рет балалық шағында ғашық болғанын айтады. Қазір сол адам алдында отыр. Ер адам қызға өзінің қарапайым пәтерін көрсетеді. Агата Оскармен бірге қайыршылықтан шықпайтынын түсініп, және кетуге тырысады. Бірақ ол оны әлдебір бейне жазбаны қосып ұстап қалады. Дискіде олар кішкентай кезінде дүкеннің витринасынан көрген жарнама ролигіндегі әйел көрсетіледі. Естеліктер жұптарды проблемаларын ұмытуға мәжбүрлеп, және олар көп жылдар өткен соң тынымсыз билейді. Келесі күндері әркім өз жұмысымен айналысады. Агата жаңа клиенттерді алып келеді. Ал Оскар оған нөмір кілтін береді. Бірақ олар бос уақыттарын көңілді өткізеді. Қала көшелерімен бірге жүгіреді, киноға барады. Қарым-қатынас барған сайын жылынып келеді. Агата Оскарға жаңа қара рюкзак сыйлайды, ал ол оған сақинаны береді. Олар түнді алғаш рет бірге өткізеді. Оскар елеулі қарым-қатынас орнағанына сенімді болып, сондықтан келесі жұмыс кезінде Агатаға клиентінің көзінше гүлді сыйлауға тырысады. Қыз суық болып, оны елемей жоғарыға көтеріледі. Бірақ біраз уақыттан кейін клиентті қуып жібереді де, көз жасымен Оскарға қайтып оралады. Ол екеуінің арасында ештеңе болмайтынын, оған да және өзіне де дәлелдеуге тырысады. Я больше не хочу жить в нищете, ясно? Бірақ бірден ұялып, айтқан сөздері үшін кешірім сұрайды. Бірақ Оскар бұрылмай кетіп қалды. Гравитациясы жоқ адам балалық шағын өткізген ескі үйіне барады. Ол бос тұрған бөлмелерді және мұражайдан қалған заттарды қарап шығады. Кенет біреу есікті қақты. Табалдырықта қолында қызғылт рюкзагы бар Агата тұр. Еркек күлімсіреп оны үйге кіргізеді. Оскар мен Агата үйленіп, бала күтуде. Ал біздің кейіпкеріміз балалық шақтың арманын орындады. Ол Бэтмен сияқты ұшты. Осымен фильм аяқталды достар. Сіздермен болған киношолу арнасы келесіде кездескенше.